Бұл менің туған өлкем Алтын Дала ауылы. Тарихи терең, табиғаты көркем мекен. Осында менің отбасымның тамыры жатыр. Менің отбасым қарапайым, бірақ еңбекқор жандардан құралған. Әр буын өз үлесін қосып, өмір жолын адал еңбегімен жалғап келеді. Әсіресе мен үшін ерекше тұлға менің атам. Сендердің үлкен аталарың, сендердің аталарының папасы болады ол кісі. Мектептің атын атап қойды ғой, иә? Сендер олардың ұрпақтарысыңдар. Соғыстан кейін келіп ол мектепті өзі қолымен салып, бүкіл ауылдың адамдарымен, үлкендерімен сол мектепті ашқан соғыстан кейін. Сенің атаң бірінші ашқан. Директор болып, мұғалім жинап, соның еңбегін құрметтеу керек, иә? Жақсы. Оның өмірі мен еңбегі көпке үлгі. Ол өз ісіне адал болып, елге қызмет етті. Атамның есімі мен оқитын мектепке берілген. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Мектебім білім мен тәрбиенің ордасы. Мұнда біз тек сабақ оқып қана қоймай, өмірге қажетті құндылықтарды үйренеміз. Жақында мектебімізде Қадыр Кәрімовтың рухани әлемі және ұлттық құндылықтарды жасанды интеллект арқылы жаңғырту атты облыстық семинар өтті. Бұл шарада атамның рухани мұрасы насихатталып, оның еңбегі жаңа заманауи технологиялар арқылы дәріптелді. Менің есімім Каримов Қадыр Кәрімұлы. Мен 1917 жылы 9 мамырда Қостанай ауданының Кенжебай ауылында туып өстім. Білімге деген құштарлығымның арқасында 933 жылы Қостанай педагогикалық техникумын үздік аяқтадым. Ұстаздық жолым Әулиекөл ауданының Шолақсай ауылында мұғалім болудан басталды. Лек, Мақсуд, Қайрат, Қадыр, Кәрім, Бекмұхамед, Өтеш. Мектебіміздің оқушылары белсенділік танытып, түрлі жетістіктерге жетуде. Біз әрқашан атамыздың атына лайық болуға тырысамыз. Алтын Дала менің өткенім, бүгінім және болашағым. Бұл менің отбасымның, мектебімнің және туған өлкемнің тарихы.